Осы омега-3 туралы елдің бәрі айтады, ал бірақ оның не зат екені, не үшін керек екенін аса біле бермейміз. Әйтеуір пайдалы дейді деп көп оқырмандарымнан пост жазыңызшы депті. Ал ендеше тыңдаңыз. Омега-3 алмастырылмайтын май қышқылы, алмастырылмайтын деген ағзада өздігінен өндірілмейді. Демек ол тек тамақпен немесе дәрі-дәрмекпен түседі. Омега-3 қызметі көп, өйткені бұл зат клетканың мембранасын, сыртқы қабығын құрайды. Ағзада қанша клетка болса, соның бәрінде мембрана бар. Омега-3 жеткілікті болса, демек ол клетка сау. Сау клетка сау мүше. Мүшелер жүрек, ми, буын. Мүшелеріміз сау болса, деніміз сау деген сөз. Айтпағым, омега-3 жетіспесе, 100 витамин ішіп, 1000 рет детокс жасасаң да, денің сау бола алмайды. Омега-3 май қышқылының тағы бір қызметі, қанның қоюлануының, қауіпті май түйіндері, тромб түзілуінің алдын алады. Жалпы қан тамырды жаман, холестерин тазартады. Ол деген инфаркт, инсульт ауруларының алдын алады дегенді білдіреді. Омега-3 мидың қорегі, ми клеткалары 60 майдан тұрады. Сондықтан мидың кез келген ауруы кезінде омега-3 тағайындалуы керек. Омега-3 қабынуға қарсы әсер етеді. Өте құнды Е3 простагландиндерін түзіп, өте зиянды Е2 простагландинін азайтады. Рыбий жер деген естеріңізде бар ма? Бұл осы омега-3-тің көзі. Бір балық майында 300 омега-3 бар. Жалпы омега-3 туралы ақпаратым осы. Келесі жазбам, омега-3 ішкенде ағзада не болатынын жазамын. Ал сіз омега-3 қабылдайсыз ба?